және Нұржас, Мұстафа. Достар, көріп тұрғандарындай екеуі де менің інілерім. Осыдан мен сендерге қазір бір челлендж көрсететін боламын. Бұл қандай челленджсіңдер? Мен інілерімді шақырып аламын да оларға айтатын боламын. Кім соңғы сөйлейді, сол 1000 теңгені ұтады. Қазір сендерге челлендждің шарттарын айтатын боламын. Бұл жерде екі адамда сөйлемеу керек. Кім соңғы сөйлейді, сол 1000 теңге ұтатын болады, ал бірінші сөйлеген адам ештеңе ұтпайды. Және де осы бөлмеден оларға шығуға болмайды. Неге дейсіздер ме? Олар қазір қарындары ашатын болады, тамақ жегісі келетін болады. Сол кезде мен оларға челлендждер ұйымдастыратын боламын. Сол челленджде кім жеңеді, сол сыйлықталады, ал кім жеңіледі, сол наказание қабылдайтын болады, яғни жаза қабылдайтын болады. Достар, сіздерге осындай рубриканы айтып болса, лайк басыңдар. Арнаға тіркеліңдер, осы видеомен достармен бөлісіп кетіңдер. Және де жанынан шыққан қоңыраушаны басып кетуді ұмытып кетпеңдер. Сол кезде сендерге менің видеоларым бірінші болып келетін болады. Және де сендер сол видеода бірінші болып көрулері мүмкін. Ендеше достар, өзіміздің видеоға кеттік. Достар, бұл менің екі інім. Сәлем деп қойыңдар. Сәлем. Қазір біз осы екі ініме бір челлендж ұйымдастыратын боламын. Мен қандай челлендж ұйымдастырғалы жатқан білесіңдер ме? Жоқ. Онда қазір сендерге айтайын. Кім соңғы екеуіне сөйлейді, соған 1000 теңге беретін боламын. Мұстафа, білесің ба 1000 теңге не жететін? Балмұздақтар жетеді, чипсы жетеді, бәрі жетеді. Егер сен сөйлеп қоятын болсан, дым ұтпайсың. Ал егер сөйлемейтін болсан, 1000 теңге ұтасың. Келістік пе? Ендеше Бастаймыз. қазір де? Ендеше біз кеттік. Достар, міне Мұстафа мен Нұржас 1000 теңгені жеңуге барынша дайындалып алған. Екеуі де сөйлемей тұр. Мынаны қараңыздар, уже бастап кеттік челленджді. Енді кім сөйлейді, соңғы сол 1000 теңгені ұтады, ал бірінші сөйлеген сол ештеңе ұтпайды. Че там, Нұржас? Мұстафа іштерін пысып кеткен жоқ па? Ой, сөйлемейді олардың. Ода ішер пысып кеткен көрініп тұр көздерінен. Қазір мен екеуіне челленджер беретін боламын. Сол челленджді кім орындайды, сол телефонды алатын болады. Және точка қосам. Ал кім орындай алмай қалады, сол наказание алатын болады. Достар, қазір мен басқа бөлмеде отырмда да, мен бір идея таба алмай жатырмын. Оларға қандай задания беру керек, қандай наказание. Егер де сіздер ойлап тапқан болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқып лайк басатын боламын. Және де маған көмек көрсетер едіңіздер. Сол үшін сіздер тездетіп комментария ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және де лайк басып арнаға тіркелуіңізді ұмытпаңыздар. Достар, мен оларға әдемі задания ойлап таптым. Наказаниясы да өте ауыр. Достар, бұл қандай задания деп ойлап отырған боларсыңдар. Қазір давайте Нұржас, Мұстафа, тұрыңдар кілемге. Қазір көретін боласыздар. Міне, достар, қазір Нұржас пен Мұстафадан кім ең көп приседания сайтын болады, сол телефонды татын болады. Ал кім бірінші құлайтын болады, яғни жасамай қалатын болады, сол наказание алатын болады. Енше бастаңдар. Бастап атыр, мысалы жасап отыр. Кім ұтады екен, қызық болып тұр ма? Достар, қазір тез үйрететін болады. Міне жасап атыр. Көрейік ал не болады екен. Мүмкін достар пендеменіздеу. Көрейік ал, мыналар осы доғыттаны. Сөйлемендері. Сөйлеп қалмаңдар. Сөйлеп қалсаңдар 1000 теңге жоқ сендерге. Шашасыңдар, айтқа шашасыңдар, болды жасамаңдар. Онда бірақ телефон алмайсыңдар. Телефон кімге керек? Нұржастан мотивация. Нұржас та, Мұстафа да тең болған болатын, бірге құлақ қалды. Сол себепті қазір деген біз олардың тартысын чингамен шешетін боламыз, яғни сулифамен көретін боламыз. Достар, міне қызу тартыс болып жатыр екеуінде. 1-0 болатын болады. Кел, чинга чукс ойнаңдар. Чинга чукс. Және де бұл жолда Нұржасты. Достар, міне Мұстафаның Нұржастан кішкентай екенін ұмытпайық. Сол себепті оған үлкендеу телефон береміз. Одан YouTube қарайтын болады.
Мә қандай YouTube қарайсың қазір айтамыз, оны сосын шешеміз. Ал Нұржас үлкен болған үшін қандай телефон қарайды. Бірақ ода да точка бар, себебі Нұржас ұтқан болатын, ал Мұстафа ұтылса да өйткені ол кішкентай, сол себепті оған үлкен телефон береміз. Мә Нұржас точка қостық. Ал енді Мұстафаға мінекей қарай бер. Достар, міне Мұстафа мен Нұржас уже жайғасып алған телефондарына, қазір олардың не қарап атқанын көретін боламыз. Нұржас деген Бравл Старс қарап жатыр екен, Мұстафа не қарап жатыр екен? Даусынан көріп тұрған шығарсыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Міне дұрыс тапқан адамға мен деген лайк басатын боламын. Тыңдаңыздар. Қалай, қандай ютубер деп ойлайсыздар, комментария жазып кетіңіздер. Ал ендеше біз келесі задания беруге кеттік. Достар, қазір бұл задания Нұржас пен Мұстафаның миын қатты ауыртатын болады, олар қатты қиналатын болады. Неге дейсіздер ме? Бұл логикаға сыймайтын зат. Сол себепті достар, лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер және осы видеоны достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Себебі мұндай заданияға барлығы таңғалатын болады, тіпті сіздердің достарыңызда. Ендеше заданияға кеттік. Нұржас, Мұстафа, дайынсыңдар ма челленджге? Онда мен сендерге қазір челлендждің тақырыбын айтайын. Кім бұл челленджде жеңген адам тағы бір шанс алады. Егер ол бір рет сөйлеп қойса, немесе жаңа ережеге қайшысы бір нәрсе істейтін болса, оған тағы бір жейдің қосылады. Кестік пе? Ал кім ұтылады, сол наказание орындайтын болады. Ендеше кім бірінші сыртқа шығады, сол жейін алады. Кім бірінші сыртқа шығады, сол жейін алады. Мына бөлмеден кім шығады? Шығындар шештез біреуін. Бірінші кім шығады, сол ұтады. Онда Мұстафа тайче шығып кет, білетті шыққа. Шық, тез. Жоқ. Ха-ха-ха, жеңімпаз достар, ол бітті. Неге дейсіздер ғой? Мен айтқан болатынмын басында, сыртқа шыққан адам ұтылады деп. Ал Нұржас бірінші шығып қойған болатын. Бірақ та ода бір жизнь бар, сол себепті оған қайтадан орнына келеді. Ал Мұстафаға келсек, ол наказание орындайтын болады. Мұстафа, сен 10 рет отырып тұру керексің. Давай. Мұстафа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және де достарына Нұржас пен Мұстафа ше құттырып жыныма тиіп жатыр ше, YouTube каналдарын қарап тіпті мені де тыңдамайды. Енді сөйлемейтін болғасын, мен де оларға бір нәрсе дым айта алмаймын ғой. Сол себепті нервыма тиіп жатыр. Қазір деген нервыма тиді. Сол себепті мен оларға қиын задания беретін боламын. Бұл өте қиын болады. Қиын болғаны сонша олар қазір біреу ұтылатын болады. Сол себепті лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Осы видео достарымызбен бөлісіп кетеміз. Және де жанынан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Достар, өздеріңіз білетін шығарсыздар, жақында ғана жаңа жыл мерекесі болған болатын. Яғни біз 2021 жылға аяқ бастық. Достар, сендер де маған сол жаңа жылға өтіп кетсе де сыйлық сыйлай аласыңдар. Ол қалай дейсіңдер ме? Арнаға тіркеліп, жаңадан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайк басып, және осы видеоны достармен бөлісіп кетсеңдер, мен қатты қуанышты болатын едім. Достар, және сендерге де мен бір челлендж, яғни вызов тастайын деп тұрмын. Сонда бұл қандай дейсіңдер ме? Егер де сендер қазір қаңтар ғой, со 1 ақпан, яғни 1 февральға дейін менің арнамда 10.000 подписчик болатын болса, мен жап-жаңа су жаңа AirPods сатып аламын. Бағасы 20.000 теңгеден үлкен болады, және де оны сындырып тастайтын боламын. Сіздер оған куә болатын боласыздар. Ал достар, қазір мен Нұржас пен Мұстафаға қандай задания берейін деп тұрмын, айтайын ба? Яғни оларға тұз жеу заданиясы. Егер де олар тұз жейтін болса, олар бірден біреу ұтылатын сөзсіз. Достар, және де жаңағы вызовты айта кетейін. Сендер ата-ананың, інілерінің телефондарынан алып, мен арнама подписаться етіп қойыңдар. Және осы видеомен достарыңызбен бөлісіңіздер. Сол кезде ақпанға дейін, яғни февральға дейін жеңіл түрде 10.000 подписчикке жететін боламыз. Сол кезде мен өзімнің AirPods'ымды сындыратын боламын. Сіздер бұның бәріне куә болатын боласыздар, ал біз оларға задания беруге кеттік. Достар, енді жаңағы айтқандай міне біздің челленджге арналған Нұржас пен Мұстафаға айтайық. Мұнда келгенде Нұржас, Мұстафа, қасыма отырыңдар. Қазір міне екеуіне мына тұз бар. Осы тұзды екеуін жеп сөйлемеулерің керек. Бірақ бірден ұтылуларына болады. Кім ұтылғысы келеді, 1000 теңге кім ұтқысы келеді, сол ұтылмайды, жейді, ал кім ұтқысы келмейді, сол жемейді.
Мә, достар, екеуі де тұз жейміз дейді, қазір көретін боламыз, қалай жейтін, ендеше кеттік. Міне, достар, қазір Нұржас пен Мұстафа тұз жегелі жатыр. Давай, Нұржас. Жеді ұстап. Нұржас жаным атыр құрсын. Мұстафа, дай сен де же. Мұстафа ұтылды мұнда. Достар, міне, бүгінгі челленджде Нұржас жеңген болатын. Жақындап отырыңдар се, камераға сүймейсіңдер. Міне, бүгін біз Нұржасқа міне мына енді жеңген үшін 1000 теңгесін табыстайтын боламыз. Міне кей, тоқта келе тұршы көрсін. Міне 1000 теңгесін табыстаймыз. Ал енді Мұстафа да кішкентай болған үшін, және де Нұржаспен жақсы тартысқан үшін оған 500 теңге беретін боламыз. Достар, міне осымен оқиғам аяқталды. Арнаға тіркеліп және осы видеомен достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Осындай видеолардың көп шыққанын қаласаңыздар, лайкты да басуды ұмытпаңыздар. Ендеше достар, сау болыңыздар, келесі көріскенше.